жолдасыңыз, тағдырласыңыз болды ғой сонда, иә? Тағдырлас. Ол да көзден. Енді өзінің баласы да неғып тұр ғой? Иә, Қоларбада жастар отырған. бірден ұнатып тұр. алла десем, саламатсыз ба, тәжірибесіз ба? Я мен дедім, келіп үйдің құжаттарын туралаңыз дейді. Сәлем, құрметті біздің арнайы кітапханамыздың тұрақты оқырмандары және көрермендері. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің подкастымыз шынайы әңгіме деп аталады. Оның жүргізушісі Мүсілім Ләззат және Тәужігіт Мейірбек. сонымен біздің бүгінгі қонағымыз әрі оқырманымыз Тайтелиева Ақжүніс ханым өзінің шынайы әңгімесімен бөлісуге келіп отыр. Иә, құрметті біздің Ақжүніс әпке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің сіз өте бақыттысыз. Біздің шынайы әңгіме подкастының алғашқы қонағы болып сіз келіп тұрсыз. Бүгін біз сізбен сұхбаттасатын боламыз. Жалпы өзіңіз жайлы қысқа нұсқа айта кетсеңіз. Ақжүніс ханым, бізде еркін тақырып, сондықтан өзіңізді еркін сезініңіз, қысылмаңыз және ойыңызды ашық айта берсеңіз болады. Мен өзім жайлы айта кетсем, қазіргі Түркістан облысы Бәйдібек ауданы мәдениет елді мекенде туылып өстім. Қарапайым отбасында шаруа қожалығымен айналысқан ата-анам. Сол алақандай ауылда қарапайым мектепте бітіріп шықтым. Қазір өзіңіз немен айналысып жүрсіз? Қазір нақты негізі көбінесе спортқа берілген адам. Дайындықтамын. Спорттың қандай түрлерімен айналысасыз? Қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ және қазір шыққанына бір 10 шақты жыл болды. Жобамен шоудан тенниспен айналысып жүрмін. Жалпы сіз өзіңіз осы бағытта оқыдыңыз ба, әлде өзіңіздің мамандығыңыз басқа ма? Бұл хоббиіңіз бе, спорт? Спорт хобби негізі, ал мамандығым да осы спортқа сәйкес. Демек, қазір өз мамандығыңызбен жұмыс жасап жүрсіз ғой? Иә. Ақжүніс әпке, жалпы сіздің білеміз біз енді кітапханамыздың тұрақты оқырманысыз. Сіздің жан-жақты өнерлі екеніңізді білеміз. Атсалысып жүресіз. Кітап жағынан да, өнер жағынан да, жаңа спорт жағынан да, иә. Енді көп адамға сұрақты. Сіздің енді ішкі жан дүниеңізде қандай толқындар өтіп жатыр? Жеке өміріңіз жайлы біздің оқырмандарымызға айта өтсеңіз, қандай отбасыда дүниеге келдіңіз? Қалай қазір енді айту керек, біліп тұр, барлық оқырманда білет. Сіз өзіңізді біз шақырдық шынайы әңгіме деп, иә, жалпы? Жалпы көзіңіз қалай бұндай жағдайға жетті? Сол туралы ашық айтсаңыз, ұялмай, қысылмай. Бұл сіздің әңгімеңіз бір жанға құлап жатқан бір адамды тұрғызып жіберуде мүмкін. Мотивация, иә. Адамдарға жаңа демеу болатын сөзде болу мүмкін. Біздің бүгінгі негізі оқырмандар айта кетейік, бүгінгі шынайы әңгіме подкастымыздың негізгі мақсаты, басқа подкасттардан қарағанда ерекшелігі осы шынайы адамның ішкі жан дүниесімен сырласу. Бұл бағдарлама бұқпасыз, боямасыз, кез келген адам келіп өзінің осы ішкі ойымен, жан дүниесімен бөлісе алады. Бұл жерде тек қана оқырмандар деген әңгіме жоқ, кез келген адам келіп өзінің ойын айтса болады. Сонымен сұхбатты жалғастырайық. Мен өзім жаңа айтып өткендей, қарапайым отбасыда дүниеде келдім. Көп балалы анамыз, Отбасында дүниеге келдіңіз? Иә, көп балалы отбасыда дүниеге келдім. Қарапайым шаруа, жаңағы бұрынғы ата-ана, жалпы кез келген қазіргі оқырмандардың, қыздар, жастардың дейікші, бұрынғы ата-әжелері, ата-аналары көбінесе ауылда тұрғындар көбінесе қандай жұмыс істейді? Қой бағады. Қой, кәдімгі кішкентай кезімде кәдімгі киіз үйді көрдім, шаңырақ, кереге дейді ғой, кереге дейді, соны бәрін көрдім мысалы. Жалпы бұны неге айтып отырмын? Сол бала күннен басталды көзім. Бірақ үлкен әпкем бесік тербетіп отырғанда көзімнің екі түрлі екенін байқаған. Оны енді онша мән бермеген. Сол 4 жасымда көзім ауырып, сол Алматыға апарды. Қала дегенді сол кішкентайымнан бастап көрдім. Көзіңіз демек сол кішкентай кезіңізден негізі көрді, дұрыс па?
көрдім. жүре келе пайда болған болып тұр ғой, иә? Енді қазақта аталарымыз, апаларымыз айтады, бала 7 жасқа дейін жерден таяқ жейді деген сөз бар. Бала солай өседі деп көбінесе балаға қанша тәрбие бергенмен осы жағынан көбінесе мән бермейді. Денсаулық жағынан. Иә, мән бермейді емес, береді. Бәлкім қолда тимеген шығар, өйткені менен басқа да көптеген бауырларым болды. Қойдың шаруасы дейді, малдың жағдайын жасап, бала шағаның жағдайы, ол тек қана маған емес, басқа да бауырларға да көңіл бөлу керек. Жалпы біздің қазақта қазақилық деген нәрсе бар ғой. Иә, қазақилық бар, дұрыс айтасың. Сондықтан да Алматыға көрсетті, уже өтіп кеткен, екінші көз сақтап қалу үшін ауырған оң көзді алуға тура келді. Операция жасайды дегенде естіген екен әкем, Шымкентке ұшып келеді, жаңағы көлікпенен ұшаққа отырып, жаңағы Алматыға жеткеннен кейін поликлиникаға емханаға дейді ғой, емханаға кірсе, сол көзімді алып ота жасағаннан кейін қиындықтың бәрі басталды. Неге десеңіз, алақандай ауылдан орталық ауылға дейін төтеннен жүргенде 7 километр жол. Ең қиыны, кез келген жарақат алады ғой адам. Перевязка деп жатады, жаңағы тазалау дейді ғой. Көзі чылдап тазалатын. Сенесіз ба? Өйткені бұрынғы ол кездегі көлік, порты бар көліктер, шаяқты мотоцикл дейміз, одан кейін ат-арба шықса да қуанамыз. Бірақ сол 7 километр барып күндіз азанда жасатып, 7 километр обратно қайтамыз күніге. Күніне, сенесіз ба? Сол жерде жатқан ізім бар, жүрген. Үйде інім, әпкем дейді ғой, әпкелерім, ағаларым апарса, ағам бірдеме қып велосипедпен апаратын. Кейде әпкелеріміз анаммен жаяу барған күндеріміз өте көп болды ғой. Ал әкем апаратын болса, ауылда шарлап жүретін, сол кезде ойлайтынбыз, біз не алып жүрміз, шығатын еді ғой, не алып жүрміз, сөйтсем, аралап машина іздейді екен ғой, не алам жаяу бар. Ол бір көлік әйтеуір мотоцикл болса да, әкем тауып апаратыншы. Әйтеуір ебін тауып, бабын табатын әйтеуір. Ол кезде көліктің жоқ заманы. Иә, жоқ заманы. Қазір ауылдың өзінде қарасаңыздар, үймей бір 2-3 мың көліктен. Жағдай жақсы. Қазірге ол кезде салыстыру келмейді ғой. Сондай күндер өтті. Бірақ сонда әкем айтатын, Алматыда осындай мектеп бар, берем, өздері қарайды, өздері емдейді, өздері оқытады, барлық жағдай жасайды деп бермекші болған екен. Ал анам қарсы болған. Өйткені анам шықпаған, әкем біраз ел көрген, жер көрген адам ғой. Анам қарсы болды, ойбай, айдалада кім қарайды? Ол шынымен қарайды дейсің ба ол жерде деп. Алматыдағы Австройский арнайы мектепке бермекші болған екен, соған бармадым. Бірақ ауылда қарапайым мектепте оқыдым. Оқимды, негізі врачтар айтқан, больницаға кешіріңіздер, мектепке мүлдем бермеңіздер деген. Егер мектепке берсеңіздер, 9 сыныпқа дейін көреді, ары қарай слабо етеді, мүлдем кейін уже көзге салмақ түсірмеу керек. Салмақ түседі, ал бермесеңіздер 30 жасқа дейін 100% көреді деп айтқан. Мен оқимын, баламын ғой енді. Оқимын деп отырып алдым. Оқыды, бардым мектепке, оқыдым, врачтың айтқанындай 9 сыныпқа дейін жетті, ары қарай уже сәл отырды енді әжептеуір. Кейін 19 жасында мүлдем слабый болып қалды. Колледжде де оқыдым, өкінбеймін, оқу үшін көзім нашар болса, мен оған өкінбеймін. Ал қазір білімсіз, өкінбейсіз, иә? Енді азда орта білім болса да, мен өкінбеймін. Әлде болса да оқимын деп жүрмін. Мысалы қазір көптеген жастар, өзіміз сияқты тағдырлас қыздар, жігіттер оқып жүр ғой. Мен қуанам қайта. Бірақ енді қазір заман жеңіл ғой, бұрынға қарағанда. Бір айтады кететіні, өзім отбасымды айтып кетейінші. Айтыңыз. Бұрынғы мен кінәламаймын ешкімді, ешкім кінәламаймын. Өйткені тағдыр сондай болды. Ағайын туыс дейді, ойбай оғыз не аласыңдар беріп деген сияқты сондай болады ғой. Өмір бойы күресіп келген адаммын. Қараңғылық дейді ғой. Иә.
мен мынандай мүмкіндік бар, мен осылай істейін, осындай жасайын, қалаға барайын деп оқуға түсейін деген сияқты сондай армандар болды менде ше. Мен оқуға түсейін. Мен әуел баста енді кез келген мектеп табалдырығын аттаған бала ойлайды ғой. Мен өстем, болашақта мынандай оқимын деген сияқты. Сондай армандар болды бала күнде. Ал Кім кедергі жасады, нақты айтсаңыз? түсінбедім. Солай оқуға түсуге, сондай арманыңызды орындалуына не кедергі болды? Үйде отбасым, Немесе кім анам. кедергі жасады? Қорқыныш болады ғой енді кез келген. Болады, бәлкім қорыққан шығар. Иә. Жүре берсін арамыз, әйтеуір бағады ғой біреуі деген сияқты. Не аласың сен деп. Иә, анамды да солай білмеймін, сөйтіп анамның сөзіне келесі жылы өтсеміз, ана әпкең оқыбасын түсіреді. Анам ғой деп, иә, анам ғой әрине. Құртмет дейміз, сөзіне сеніп 14 жыл отырған. Білмеймін, бір себеппен жолдас қызбен, бір қызбен танысып, онымен жолдас қыз болып, сол жолдас қызым арқылы қазір ол жабылып қалды, бірақ сол 2010 жылы Бота қоғамдық қор ашылған, сол арқылы стипендиатор болып колледжге түстім. Жалпы енді айтайыншы, осы кез келген нәрсені қабылдау оңай емес та. Иә. Мысалға мен өзімден жақында ғана денсаулықпен сыналдым деп келіп, сол кезде кәдімгі сынып қалдым. Достар, мен кәдімгі сынып қалдым. Сол кезде ойлаймын да, сізде мысалға сондай көз деген үлкен нығмет Аллахтың берген да, содан айырып тұр. Сол енді ол денсаулықта бір жағынан Аллахтың берген нығметі, бірақ көз өте үлкен нығмет. Көз өте үлкен нығмет. Оны жалпы сіздер ғана түсінетін шығарсыздар деп айта аламын да, оның қадірінде. Әрине. Басқа түссе баспақшыл дейді ғой. Иә. Сондай ғана түсінеді. Сондай сәтте сіз қалай қабылдадыңыз? Енді әрине қабылдау оңай емес қой, бірақ қандай сезімдер өтті басыңыздан? Бала күннен болған осындай жағдайменен кейіннен жасы осы 20-ға келіп, 30-ға келіп, көз жанарынан айырылған адамның арасында үлкен айырмашылық бар. Өйткені осыдан біраз жыл бұрын жол апатына түскен адам қол арбада отырып қалған ғой, өзін пышақтап өлтірген, шыдай алмай. Сонда көтере алмады, сондай сынақтар. Сондықтан да қандай жағдай болсын, сол берген сынақты қабылдау керек. Бір қалыппен, эмоциямен емес, бір қалыппен. Сынбау керек. Өйткені Алла тағаланың өзі көтеретін адамға береді сынақты. Әрине. Иә. Бұл да өтеді. Қабылда, бұл да өтеді деу керек болды. Негізі мынау сынаққа байланысты көп адамдар ақша жетпейді деп жатады ғой. Мен ойлаймын, жалпы ақша ол қолмен жасап аласың. Иә, жеңіл түрі ол ақша. Ақшамен сыналу да. Ал баламен сыналу, денсаулықпен сыналу өте ауыр, иә. Ауыр, қиын. Өте ауыр. Жалпы Ләззат, өзің айтып отырсың ғой, денсаулықпен сыналдым, қатты қиналып қалдым, қорықтым деп. Жалпы ол саған ғана қатысты емес, кімге болса да, қандай тағдырлас болса да, ол аурудан қорықпау керек. Сен қорықпасаң, ауру өзі қорқып қашып кетеді. Ал қорықсаң, ол үлкейеді, үдете түседі. Алла тағала ауруын берсе де шипасын бірге береді дейді. Бұл дүниеде бермесе, ана дүниеде береді деп айтып жатады, иә? Жалпы мен диагнозым емделмейтін, сонда ауыр диагноз. Сондай жағдай болды. Енді кейін өскеннен кейін енді сұрайсың ғой, әкемнен сұрадым, анамнан сұрадым, не болды деп. Суықтан болды, білмейміз нақты дейді. Дәрігерлерді айта алмады ма оны? Неден болды? Дәрігерлердің айтуы жаңағы жазған диагнозына қарасаң, рожденный деп жазып қойған. Туылғаннан пайда болған деп, иә. Өйткені олардың өздерінде сұрақ қалады ғой, өйтіп жазбас тағы да. Өздері сақтау үшін солай жазылған деп жатады. Солай деп айтты маған, білмеймін. Кейін бір ауылға мына шығыс медицина бойынша емдейтін бір
не келіп қалды білмеймін, кетіп аралап жүреді ғой, сондайлар көп қой. Емші дейміз, иә, тәуіп дейміз. Сол шығыс медицина бойынша өзінің аппаратыменен тексеріп, сен оң көзіңді емдей алмаймын деді. Көз жоқ қой бұда. Ал оны сол анаммен бірге барғам, ол енді суықтан болды ғой деді. Жоқ апа, қателесесіз, суықтан болған жоқ деді. Бұл қыз еді бір нәрестеге кезде болған жағдай деді. Еңбектеп барып құлады ма, или біреу көтеремін деп құлады ма, құлағаннан болған жағдай деді. Енді бір ағайын өзінше, әркім өзінше тексереді ғой, кез келген дәрігер. Енді тағы бір сұрақ қояйыншы. Осы өмірлік жолда сіз бой жете келе осы қалаға келдіңіз, иә? Қалаға келдіңіз? Қай жерге? Қазір қаладасыз, иә? Қалада болып жүргеніңізге қанша жыл болды? Так, мен бала күнімде қаланы көрдім, иә. Одан кейін ауылда өстім, ауылда оқыдым. Оқуға түстіңіз колледжге? 95-ші жылы келдім, сол 95-тің аяғында келдім. Сіз де әдемі қыздың өмірінде жақсы жан жоқты ма екен? Қандай жан жоқты? Сол жеке өміріңіз жайлы айтсаңыз. Бір-біріңізді қайдан таптыңыздар? Қазір анау телефонда конференция деген бар. Білесіңдер ау деймін. Қазір көп қой, ондайлар көбейіп кетті. TikTok арқылы сөйлеседі. Конференция арқылы таныстық, Жамбыл облысында жігіт еді. Еще араластық 2015-те. Күзде тұрмысқа шықтым, бірақ өкінішке орай 4 жылдан астам. 4 жыл шайдай тұрдым да ажырасып кеттік. Неліктен? Бір нәрсе бар, кез келген ата-ананың ұлы, үйленетін болса, я қызы тұрмысқа шығатын болса, ол мейлі келін әкесін тұрмысқа шықсын, жалпы перзентіңді сүйген жағын қабылдау дейді. Қабылдайды, өйткені сезімін сыйлау дейді ұлы мен қызының. Дүниедегі ең қиыны құда түсіп келді, білмеді емес, біліп келді, келін болып бардым, соншама жыл қызмет жасап жүрдім, бірақ мені келін екен деп туысқандары, ағайын туысқандары қабылдаған жоқ. Жолдасыңыз, тағдырласыңыз болды ғой сонда, иә? Тағдырласым, ол көзден емес, ол аяғы, жалпы омыртқасын қоларбада отырады. Қоларбада? Күйеуіңіз ба? Иә, жолдасым. Күйеуіңіз қоларбада? Иә. Мейлі сізді осымен қабылдады. Сонда сізді туысқандары сонымен қабылдамай тұр ма? Сіз міндетіңізді атқарып жатырсыз. Ата-анасының арманы басқа болды ғой. Қандай болды екен арманы? Әп-әдемі, 12 мүшесі сап-сау. Енді ол кез келген адамның арманы десек те, тағдырдың жазуы басқаша болады ғой. Иә, тағдырдың жазуы басқаша болады. Енді ол мысалға да айтайын да, енді өзінің баласы да неғып тұр ғой? Қоларбада отырған, мысалы өзінің баласында 12 мүшесі сау болып, сондай сау қыз ал десе де түсінікті болар еді. Меніңше сіздер бір-бірлеріңізді толықтырып тұрған сияқтысыздар. Мысалға сізге көз керек, оған мысалға сау дене мүше керек деген сияқты да. Енді білмеймін ғой, мен өзіміздің басымыздан өтпегеннен кейін білмейміз, бірақ түсінбейміз де мүмкін да. Қате айтып жатқан шығармыз, бірақ та екеуіңізден де мысалға почти тағдырлас болып тұр ғой, достар. Тағдырлас болып тұр, қараңыздар, нечестно ғой. Бұл да енді Алланың берген сынауы, енді бұл өткен өмір, үлкен өмірдің ішінде қалдырдым. Сіз күйеуіңіздің өзі бірнеңге демеді ма сонда? Жоқ, мен осымен өмір сүремін екен. Бағана жоғарыда айтып кеттік қой, өмір бойы күресіп келдім деп. Бар билік анасында, анасынан азамайды. Кейбір осы қоларбада отырған жігіттерді көрдім ғой Шымкентте. Бүткіл Европасы бар, қаншама жерлерді аралап жарысқа қатысып жүргендер бар. Ермек дегенді алайықшы, мысалы биден қаншама елдерді аралап жүр әлем бойынша. Сен осындай жағдай болды, үйде отырасың. Жалпы жігітте қандай жағдайда болса да билік болу керек, өзі жеке өмірін, жалпы өзінде билік болу керек, онда билік болмады. Барған екен біразының мәліметтері белгілі болды. Қандай? Сол жағынан, сол билік жағынан өзінде емін еркін жоқты.
сол ғой, ол анасын сыйлау бір бөлек та. Ал жігіттің өзінің жеке пікірі болу керек, өзінің жүрегіне өзі әмірі жүру керек. Өзінің жауапкершілігі аздау болды, осылай айтайыншы. Міне жауапкершілік жоқтықтан ғой, өйстіп отбасының ойран болатыны жігіттердің жауапкершілігі жоғынан, достар, естеріңізде сақтаңыз. Бірақ мінезіне келетін болса, өте жайлы болды. Жайлы болған қайтемін, бір отбасын ұстай алмай. Одан кейін кеткеннен кейін ешкімді жолықтырмадыңыз, иә? Қалай десем болады. Былай жолықтырғанда ұсыныс айтқандар болды. Ол нақты тұрақты дейміз ба, не дейміз, былай негізі әлі тұрмысқа шықпады. Шын ниетте үйленетін шығу ниетіңізде бар бұйыртты? Иә, бар, әрине бар, әлі жассыз, әп-әдемісіз. Жалғыздық құдайға ғана жарасқан дейді ғой. Кез келген адам ол жұппен жаралу керек негізі, иә? Қазір енді ол күйеуіңіз үйленді ма? Хабарым жоқ. Хабарласпайсыз ба? Ажырасуларыңызға тек сол себеп болды, иә? Сол себеп, иә. Негізі тұрмысқа шыққанда заңды некеге тұрған жоқпыз. Не дейді? Мұсылманша тұрдыңыздар, бірақ заң жүзінде тұрмадық. Неке қағазын алмадыңыздар? Себебі мен осы Шымкент қаласында тұрғын үй бойынша очередьте болатынмын. Соны кедергі жасайды. Автоматты түрде бұл қаладан пропискаға шығып кетемін. Сол жөнінен. Сол жігіттің өзінің үйі болды ма сонда? Жоқ, болмады, ол да очередьте болды. Сондықтан некелесе алмадық. Оның да қайыры бар шығар. Бәлкім Алланың беретіні көп қой, онда әр нәрсенің өзінің қайыры бар болады, иә. Бұйыртса сізге одан да жақсы жолығады. Иә, құрметті достар. Саған да сәт. Солай деп сенейік. Иә, рахмет. Ойдақтарға да. Қазір кіммен тұрып жатсыз енді? Мен әкемдемін қазір. Әкеңіздің? Әкеңіздің үйінде тұрасыз. Жұмыс жасап жатсыз? Жұмыс жасап жатырмын. Керемет, осының өзі өте жақсы негізі. Ақжан Сәпи, қазір білесіз, бізде ай сайын тағдырластар клубы бізде жұмыс жасап, іс-шара өткізіп тұрады. Құрметті достар, осы жерде екі жарты бір болып, бүтін болып, яғни екінші теңін тауып жатады көбісі, иә? Сол жерде бұйыртса жақсы жігіттер болып қалар. Сізге негізі ұсыныс тастап жүрген көп жігіттерді байқаймыз. Кім біледі енді? Мүмкіндік берсеңіз. Реттейтін бір Алла ғой. Енді ол үшін әрекет жасау керек қой, бірақ алмапы сауысыма түс деген болмайды. Дұрыс па? Иә. Енді әрекет қалай жасайтынымызды. Сабақта ине сәтімен дейді ғой, оның да барлығы өзі құдай бәрін бүйтіп фық еткізіп реттеп қояды негізі. Мынадан кейін мынау, мынадан кейін мынау деген сияқты. Бұйыртса біздің подкастымыздан кейін Ақжан Сәпке өзінің теңін тауып, жартысын тауып, өзін қадірлейтін, жомарт, өзінің талғамы бар, өзіндік бүйтіп нүкте қоя алатын ер азамат жолықсын, жауапты ер азамат. Достар, жауапты болыңыздар, құрметті ер азаматтар. Сосын құрметті қыз келіншектер, достарым, жар таңдайтын кезде міндетті түрде жомарттығына, жаңағы жауапкершілігіне қараңыздар, түріне қарай беріп, бойына қарай бермей, сондай жауапкершілігіне қараңыздар. Жастарға сәттілік тілейміз әрине. Жақсы жар жолықсын, жақсы ер азамат тапсын, жолда ашық болсын. Бір сұрақ қоя кетейінші, ең бақытты кезіңіз қандай кез? Ең бақытты кезім ең алғаш осы спорт саласына түскенде 2003-те бастадым, 2005-те бірінші орын алдым Алматыда. Қатты қуанғаным. Сол кезде ең қатты қуандыңыз. Одан кейін екінші қуанғаным қуаныш көп қой, бірақ ерекше қуанышты айтып отқаным ғой. Ажырасып келдім, ауырып қалғанмын, сол кезде ауырып жүргенмін. Сөз кеш тамақ ішейін деп отырғанмыз, шай ішейін деп ойлап ет па, телефон шырылдайды. Алла десем, саламатсыз ба, келесіз ба? Иә, мен дедім, келіп үйдің құжаттарын туралаңыз дейді. Енді алдыңыз ғой, иә? Үйлі болдым, иә. Даусын шығады, деймін, өсем, маған не болды дейді, бәріміз бұрыш-бұрып отырмыз ғой. Үйлі болдым десем, күледі бәрі. Негізі достар, ең жаңағы адамның өмірде қажетті дүние ол баспаналы. Баспаналы болудың несімен айта алмаймын. Ләззат әпше деп біледі. Ләззаттың да басынан өтті. Ол бір бөлек кәдімгідей
шын айтамын. Иә, ол бөлек қуаныш, иә, баспаналы болу. Енді анандай қайғылы нәрсенің артын қуанышпен жауып тұр ғой, енді арты қайырлы болып тұр. Бақыт тілейміз. Ақжүніс әпке, енді біздің оқырмандарымызға айтатын нақты андай тілегіңіз, лебізіңіз болса, немесе мотивация нені ескеру керек деген сияқты. Кішкене біраз әңгіме көңілімде толқып кеткен еді бағана. Енді жастарына өзім тағдырлас қыздар, жігіттер айтарым, тек сәттілік тілеймін. Қай саланы таңдаса да, өнер болсын, мейлі спорт болсын, мейлі би болсын, мейлі жүгіру болсын, сәттілік тілеймін. Табысты болсын, берекелі болсын, бүткіл елді көрсін дегім келеді. Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін дейді. Бір бастары екеу болсын, бақыт тілеймін. Тек қана алға, тек қана сынбау керек. Қандай сынақ берсе де, бұл да өтеді деп қабылдау керек екен. Эмоциямен, мейлі сен үйің жанып кетсін, Құдай сақтасын, ондай тілемеймін. Мейлі алдында бәленбай товары өртеніп кетсін, бір қалыпты қабылдау керек. Бұл да өтеді, бұның да қайырымы бар деп. Сондықтан да тек мойымаңыздар, сынбаңыздар, бақытты болыңыздар, гүлдей жайнап, жарқырап жүріңіздер. Сәттілік тек қана алға. Ақжүніс ханым, бізге осындай подкастқа уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сендерге де рахмет. Ашық әңгімеңізбен бөлісіп, тарихыңызға тоқталдыңыз. Рахмет. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі подкастымыз тағы да өтеді. Келесі подкастқа кімді шақырайық, міндетті түрде комментарий жазып, біздің Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпай. Біздің бүгінгі кешіміздің қонағы Ақжүніс әпкенің сұхбаты ұнады ма? Пікір жаза кетіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Өмірде сынбаңыздар. Аллах барлық адамға сынақ жібереді, бірақ әртүрлі жолмен жібереді. Әркімнің өміріне қызықпаңыздар. Жалпы өз өмірлеріңізді идеал қылып өмір сүріңіздер. Шүкір етейік. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Пока. Сау болыңыздар. Пока-пока.